басына қарағанда аяғында ақша көп, ол шындық нәрсе, иә. Ал енді үшінші түрлі табыс көзі чек от чек. Яғни ешқандай статустағы жұлдызға байланбаған даймондқа. Бірінші линиядан жетінші линияға дейінгі адамдардың келіп жатыр, табысынан сізге 3% беріліп отырады. Бұл жақсы. Яғни сіздің күнделікті расходыңыз, чай кофеңізді шығарып тұрады. 3% деген нәрсе, мысалға, сіздің тапқан табысыңыз, мына кісі 100 мың теңге алды, осы айда 3%, 3 мың теңге болсын, түсіп отырады. Ай емес, күнделікті момент сайын түсіп отырады кабинетіңізге. Мына жерде тұрған Л деген лишний емес, линия деген сөз. Чек от чекті бір даймонд болсаңыз, 3 линиядан чек от чек аласыз. 2 даймонд болсаңыз 4 линия, 3 даймонд болсаңыз 5 линия, 4 даймонд болсаңыз 6, қалғанда 7 линиядан барлық адам қатыса алады. Линия деген чек от чек. Глубина. Жоқ, чек от чек аламыз ғой. Чек от чек линиясы. Яғни үшінші табыс көзі чек от чек. Енді төртінші табыс көзі дивиденд деп тұр. Яғни международный товарообороттан, енді болашақта Қырғызстан анамына қосылады, международный товарообороттан бізге 1,5% беріледі. Бұны енді компьютер өзі санайды. Бірақ енді санау жүйесін примерно түсініп алсаңыз да болады. Бұның шарты біз 5 аймаққа шыққан кезде дивиденд алып бастаймыз. Көрдіңіз ғой, яғни командаңыздың большой веткасының 30% мен бүкіл малый ветканың товарооборотын, тура компанияның өзінің товарообороты, соған бөлген кезде шыққан суманың 1,5%. Например, осы айда 30 мың доллар шықты десек, егер мен жалғызмен 5 аймаққа шыққан жалғызмен болсам 30-ды мен аламын. 3 адам бар болса 3-ке бөлеміз деген сияқты ғой. Солай бөлінеді. Ал енді қараңыз, одан бөлек саяхатқа дивиденд 1,5% формула бірдей, саналу бірдей, просто мына жерде 1,5%-ды 5-ке шыққан адам аз ғой. Мына жерде енді барлық адам қатыса алады. Саяхатта компанияда 100 партнер бар, 100-ге бөледі деген сөз. Яғни кабинетіңізге 1,5%-дан саяхатқа 1,5%, машинаға 1,5% сіздің кабинетіңізге түсіп отырады. Ай сайын оны бір жылда бір рет шығарып ала аласыз. Ал Бірінші, мына пакеттен басталады. бір даймонд. Енді клиенттік пакет қой ол енді. Жоқ, мен айтайын дегенім, мынау саяхат пен машина бонус мынау пакеттен басталып жиналады. Енді барлық пакет қатысады. Саяхатқа, машинаға мына 5 жұлдыз деген шарт жоқ, бұл барлық адам қатыса алады. Кабинетіңізге түсіп отырады. Анау международный товары 5 жұлдыздан басталады. 5 жұлдызға ғана береді. Оны да отдельно жинап отырамыз. Жоқ, ол айына бір тауып отырады. Айына бір. Енді 5-ші түрлі табыс көзі повторный покупка, бізде жаңағы баттардан бөлек тұрмыстық бұйымдар келіп жатыр. Оның өзінен реферальный бонус, командалық бонус беріледі. Реферальный бонус сіз 2 даймонд болсаңыз 5% аласыз. 3 даймонд болсаңыз 7% аласыз, 4 даймонд болсаңыз 9, 5 болсаңыз 13, 6 болсаңыз 16, 7 болсаңыз 19. Повторный покупкадан бұл енді өте жақсы. Және де бұл жерден де